Бәріңе сәлем. Жұп-жұмсақ мақтадай өте дәмді ватрушки булочкин жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 грамм сүтке 100 грамм суды араластырып жылы болу керек. 2 ас қасық толтырмай дрожж және 2 ас қасық қант салып араластырып көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін үстіне 2 жұмыртқа, 1 пиала қант, кішкентай пияламеде кесе және тұз саламыз, 1 шай қасық. Араластырып үстіне 700 грамм ұн саламыз. Ұнды салғаннан кейін қолға жабысып тұрады, ол солай болу керек, басқа ұн салмайсыздар. Үстіне 40 грамм комнатный температурадағы жұмсақ сары майымызды салып жақсылап илейміз. Жақсылап иілгеннен кейін бетін жауып 2 сағатқа ашығанша қойып қоямыз. Содан кейін салмасын дайындайтын боламыз. Ортасына салатын. Мен бірінші компоттың қағын пайдаланам. Алып кішкене көз мөлшермен оны блендермен езіп, 1 ас қасық қант салып араластырып дайындап қойдым. Екіншісіне творог дайындаймын. 200 грамм творогты алып, 1 желток және 2 ас қасық қант салам үстіне. Белогын алып қойып қоясыздар. Булочкидің бетін майлағанға осыны қолданамыз. Және жаңағы қақтың осындай пюресі сіздерде жоқ болса, онда дайын магазинде Макеев деген фирмадағы пюрелер сатылады неше түрлі. Соны қолдансаңыздар болады. Және осыдан кейін үстіне тағы да себетін штрельзе дайындаймыз. Ол міндетті емес, дайындамай бетіне сеппей қойсаңыздар да болады. Штрельзге 30 грамм қант, 30 грамм ұн және 15-20 грамм май саласыздар салқын. Сары майымыз салып, оны қолмен үгітесіздер. Осымен штрельзеріміз дайын. Алып холодильникке салып қоясыздар, пока сепкенше. Құрамындағы сары май еріп кетпеу керек. Жақсылап майымызды сеуіп, ашыған нанымызды салып, формаға бөлетін боламыз. 90 граммнан. Маймен қолға жабысып тұрады, маймен жұмыс істейсіздер. Майды шетіне қарай құйып алып, шетінен қолыңызды майлап отырып, формасын жасайсыздар. 90 граммға өлшеп аласыздар. Сосын домалақтап, бірден противенге қоямыз. Противеннің үстіне мен многоразовый коврик қойдым. Сіздер пергамент саласыздар, асты жабысып қалуы мүмкін. Противенге қойғаннан кейін арасын алшақ-алшақ қып, үстін бүйтіп басасыздар. Басып қоясыздар, жарты сағатқа тындырасыздар. Жарты сағатта тынғаннан кейін оның үстінен 5 литрдағы баклажканың қақпағының көмегімен өстіп ортасын жасайсыздар. 2-3 қайтара басасыздар ортасын. Және қақпағын майлап аласыздар маймен. Осылай 2-3 қайтара ортасын басқаннан кейін салмасын саласыздар. Осы аралықта пешті 150 градусқа қыздырып қоясыздар. Өстіп бірінші творогын салып, үстін майлап белокпен, үнен кейін барып жаңағы штрельзерді саласыздар. Ол штрельзер сіздер міндетті емес, сеппей қойсаңыздар болады. Негізі оны кез келген булочкидің бетіне сепсеңіздер болады. Бірінші 150 градуста 5-10 минутқа қойып, артынан 180-200 градусқа көбейтесіздер пештің температурасын. Бірден қатты градусқа қойсаңыздар, ол көтеріліп кетуі мүмкін ортасы. Осымен булочкамыз дайын. Сіздерге видеом ұнады деген сенімдемін. Маған подписаться етуді ұмытпаңыздар.